Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дастарханымыздың сәнін келтіретін бұжының рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті бауыр, құйрық май, бір пиала касемен күріш және тұз бұрышымызды араластырып аламыз. Ең керектісі шек болып келеді және де жуа мен сарымсақты салатын боламыз. Күріштен басқасын барлығын ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Ал күрішімізді суға бір бұқтырып алатын боламыз. Дайын болған массамызға тұз бұрышымызды салып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз видеодағыдай. Барлық қажетті заттардың құрамын описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Батыс өңірінде бұл тағамды бұжы деп атайды. Сіздер жақта қалай атайды? Комментарий бөліміне бөлісе кетіңіз, мен үшін өте қызықты. Ендігі кезекте шегіміздің бір жақ бетін жіппен байлап аузын бекітіп алатын боламыз. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ашылып кетпейтіндей етіп, жақсылап орап алатын боламыз, 2-3 орам жасап. Мен бұл жерде жай жіпті пайдаланған болатынмын. Сіздерде қалың жіп болса, өте жақсы болады. Мінекей бір жақ бетін байлап дайындап қойдық, шығып кетпейтіндей етіп. Енді екінші бетіндегі аузына дайын болған массамызды қасықтап салатын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен салып шықсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты түтікшемізді ішіне кіргізіп, видеодағыдай салатын болсаңыздар, жұмысымыз дәмі өте керемет болып шығады және ассортиларыңыздың сәнін келтіріп тұратын болады. Енді қолымыздың көмегімен видеодағыдай жабық тұрған жағына қарай итеріп шығатын боламыз. Осымен біздің бір бұжымыз дайын болды. Екінші жағында жіппен аузын бекітіп алатын боламыз. Және де пышақтың көмегімен қалған жартысын кесіп тастаймыз. Осы құраммен менде 4 данасы дайын болды. Мен бұл жерде жылқының шегін пайдаланған болатынмын. Ол кішкене қалыңдау болып келеді. Ал сиырдың шегі жұқа болып, жақсы болып шығатын болады. Қалған бөліктерінде массамыз аяқталғанша осылай қайталана беретін болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеом пайдалы болып, соңына дейін көрген болсаңыздар, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Газымызды орташа отқа қойып, су құйып, ыдысымызға суымызға тұзымызды қосып, бұжымызды ішіне салып, қайнатып алатын боламыз. Орташа отта осылай бір қайнағаннан кейін көпіршігімізді бір сапырып алып, әрбір жерінен бұжымызды тесіп шығатын боламыз. Және тағы да баяу отта 40 минуттың шамасында пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің бұжыларымыз дайын болды. Суығаннан соң кесіп көрсететін боламын. Бұл жерде шегіміз жіңішке болғандықтан қиғаштап кессеңіздер, ұзынша болып, өте әдемі болып шығатын болады. Видео ұнаған болса, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Өте әдемі болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.